Баршаңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Сіздерге бүгін өте оңай әрі тез дайындалатын құймақтың рецептісімен бөлісемін. Ол үшін бізге жұмыртқа, ұн, сүт, қант және тұз керек. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқаларды жарып аламыз. Бір шай қасық қант, жарты шай қасық тұз салып, жақсылап араластырып аламыз. Оның үстіне аздап сүт қосамыз. Үш ас қасық ұн қосамыз. Барлығын жақсылап біркелкі масса шыққанша араластырамыз. Менде осындай масса шықты. Қызып тұрған табағымызды майлап аламыз. Табағымызға жаңағы массамызды құйып, қақпағын жауып қойып қоямыз. Қақпағын ашып, екінші бетін аударып аламыз. Мінекей біздің құймақтарымыз дайын. Менде 2 құймақ шықты. Бетіне осылай сарымай жағып қоямыз. Мінекей біздің тез әрі оңай дайындалатын таңғы асымыз дайын.